Қазақ тілі пәні тақырыбы мәтіннің құрылымдық бөліктері. Бүгін сен мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтауды үйренесің. Мәтінді тыңда. Тиін орманда, тоғайда болады. Ол секіруге икемді. Бұтақтан бұтаққа, ағаштан ағашқа секіріп жүреді. Жыртқыш аңдардан бұтаққа секіріп жүріп қорғанады. Тиін бүр, саңырауқұлақ және жаңғақпен қоректенеді. Тиінді көрсең, тиме, оны қорғап жүр. Оқушылар, тыңдағанымыз мәтін. Мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен бірігеді. Мұндағы ортақ тақырып ол тиін. Мәтіннің құрылымдық бөліктері басы, негізгі бөлігі және соңынан құралады. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды, ал негізгі бөлігі автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді, ал соңғы бөлігінде мәтінді аяқтайды. Әрбір бөлік азат жолдан бастап жазылады. Тапсырма. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін тауып көрейік. Ол үшін ең алдымен мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің құрылымдық бөлігін дұрыс таба алдың ба? Тексерейік. Мәтіннің басы. Құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде бестік алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Мәтіннің негізгі бөлігі. Қарақоңыз құмырсқадан, сенің жақсы оқуыңның сыры неде? Деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Мәтіннің соңғы бөлігі. Қарақоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да, уақытын ойыннан артылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен? Деп таңданыпты. Дәптермен жұмыс жасайық. Қарашаның 19-ы, 10-шы жаттығу 75-ші бет. Суретке мұқият қара. Бұл құмырсқа мен қарақоңыз. Суретте берілген бөлікті көшіріп жаз. Яғни, басы ма, негізгі бөлігі ме, әлде соңғы бөлігі ме? 12-ші жаттығу 77-ші бет. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мәтінді қайта құрастырып, мәтінді көшіріп жаз. Мәтінге ат қой.